Саламатсыздар ма көрермендер, қалайсыздар? Бүгін сіздерге керемет әрі тез уақытта дайын болатын, ұзақ мерзімде сақтауға да болатын керемет мантыны жасалу барысымен бөлісетін боламын. Яғни бұл мантыны бизнес ретінде дүкендерге қойсаңыздар да болады сатуға. Және де бұл жерде қамырымыз морозильниктен алған кезде көбісінде жарылып сынып жатады, ал бұл қамырда ешқандай ондай болмайды, сыну болмайды. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетсеңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал мантымызды бастаймыз. Ал бисмилля деп бірінші қамырымызды дайындап аламыз. Бізге қажет болады салқын су, тұз, жұмыртқа, сұйық май. Егер де морозильникке қатыратын болсаңыздар, дүкенде осындай альбумин дейтін бар. Яғни бұл құрғақ жұмыртқа. Осындай алып қоссаңыздар болады. Мен қатырмаймын. Қазір үйге сразу обедке дайындайын деп жатырмын. Сондықтан альбуминді қоспаймын. Ең алдымен суымызды құямыз, жұмыртқамызды қосамыз, тұзымызды қостық, 2 қасық сұйық май қосып жібереміз. Жақсылап араластырып аламыз. Толық рецепті барлық грамдарын осы видеоның соңында описаниеда қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Келесі жолы бұйыртса бешбармақтың күшті рецептінен бөлісемін. Қанша қайнаса да вообще езілмейтін бір күшті рецепт бар. Оны сақтаудың да жолын, қалай упаковка жасау керек, барлығын бұйыртса алдағы уақытта бөлісіп кетемін. Ал қамырымыз елейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Бұны енді жарты сағатқа тұндыруға қойып қоямын. Мантымыздың начинкасын дайындаймыз. Мен алдын ала фаршымды шығарып, үстіне тұз, бұрышымды қосып алдым. Асқабақ картошка қосамын. Алдымен пияздарын майдалап турап, фаршыма қосып аламын. 2 бөліп жасаймын фаршты, өйткені балдарым асқабақ жемейтін еді. Осыны жақсылап бір араластырып аламын. Бірінші жуаны жақсылап соғып шыққанша араластырып алу керек. Сонда мантымыз сочный болып, әдемі болып шығады. Міне фаршымыз дайын болды. Осының азғантай бір бөлігін балаларыма бөлек алып қаламын. Енді үстіне асқабақты қосып тураймын. Мінекей фаршымыз дайын болды. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымыз жақсылап июі қанды. Енді жайып бастаймыз. Ең алдымен мен қамырды осылай асты үстіне қарай полный басып шығамын. Қамырымыз бір тегіс әдемі болып жайылу керек бізге. Почти біздің қамырымыз дайын болды. Ал енді оқтаумен жайып бастаймыз. Қамырымызды жайып алдым. Енді осына кесуге дайындаймын.
Жалпы бұны барлық аналар білет десем болады. Мен тек мантының қамырының езілмей, сынбай, әдемі болып пісуін және сақталу барысын бөлісіп отырмын сіздермен. Бұны кезінде жаздың уақытында бұл қамырлар хит жаймаға айналған. Сіздерге қазір мантының барлығы бірдей болып шығу үшін осындай пышақтың көлемімен қамырды осылай кесіп алсаңыздар болады. Мысалы, із қалдырып кетесіздер осылай. Үстестерді осымен бірдей етіп кесіп отырсаңыздар, мантыңыз біреу дәу, біреу кішкентай болып шықпайды. Барлығы бір келкі болып шығу үшін осылай өлшеп алып істесеңіздер болады. Яғни пышақтың мына басы мен мына ұстағышына дейін. Ал кесіп бастаймыз. Осылай барлығын бірдей етіп өлшеп кессеңіздер, мантылеріңіздің көлемі барлығы бірдей болып шығады. Мен де бұны кезінде білмейтін едім. Өзіміздің поварлардан қарап, солардан мен де үйренгенмін. Мінекей барлығын кесіп алдым. Енді жайып, тағы да төртбұрыштап кесіп шығамыз. Енді начинкамызды салып, бүгуге кірісеміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Фаршты да салған кезде биіктеу болып салсаңыздар, мантының көлемі де биік болып әдемі көрінеді. Ал жайып салсаңыздар, манты көлемі пәс болып жайылып піседі. Ал тура осылай биіктеу етіп салсаңыздар, сол қалпында тұрады. Барлық мантылерімізді осылай бүгіп шығамыз. Мантылеріміз бүгіліп дайын болды. Астын жақсылап майлап аламыз. Одан кейін мантылерімізді ыдысқа салып шығамыз листке. Байқасаңыздар, мантылердің көлемі барлығы бірдей болып тұр. Оның барлығы мантыны бірдей қамырын кескендіктен мантылеріміз де бірдей болып шығады. Мінекей. Енді үстін мен аздап май жағып шығамын. Біреулер су бүркіп те жатады. Маған осы май жаққан түрі ұнайды. Енді 45 минутқа пісіруге қоямыз. Мантымыз дайын болды. Мен осылай мантоварканың алғашқы листіне осылай пищевой пленканы жауып тастаймын. Сонда өз буы шығып кетпей керемет болып, жұмсақ болып піседі. Беті ешқандай да қаясып қалмайды. Оңай әрі ешқандай да жыртылмай алынып жатыр мантымыз. Ешқандай да бүлінбеген, күшті алынып жатыр. Пиязды қуырып жібердім. Аздап қатырылған помидорды қосып, подлиппен ұсынсаңыздар өте күшті болады. Толық рецепті описание бөлімінде қалдырып кетемін. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте керемет, әрі осындай дәмді манты шығады. Бұны қатыруға да болады. Кез келген уақытта алып пісіре берсеңіздер болады. Сіздермен болған мен Гүлжанар. Сіздерге көп-көп рахмет.